Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен буклаваш жасау тәсілімен бөлісемін. Балалар ұнататын өте оңай тағам. Видеоның соңына дейін көріп, ұнатсаңыздар тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Бізге бірінші кезекте лаваш керек дайын алдым мінекей. Бір жұмыртқа, сыр, пияз, фарш, приправалар, тұз, қызыл бұрыш, паприка. Бір жұмыртқаны фаршқа араластырып, спецтеріміз үстіне салып, тұзыменен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Сырымызды тергіден өткізіп қоямыз. Содан кейін бірінші қабатты астын кетчуппен жағып, үстіне сырды сеуіп, екінші қабатты қабаттаймыз. Оны да кетчуппен бетін жағып алып, оның үстіне фаршты жұқалап жағып шығамыз. Міне осылай фарштарды жаймендеп бір тегіс қылып жайып аламыз. Осыны тек қана рулет қылып ораймыз. Осылай мен 2 штугын істеймін. Осылай бетіне жұмыртқамыз жағып, үстіне кішкене сырымызды сеуіп, қаласаңыздар үстіне күнжіт сеуіп, отқа қоямыз. Духовкамызда 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Балалардың өте сүйіп жейтін жеңіл тамағы міне жарты сағат өтті, пісіп шықты біздің буклавашымыз. Бұны біз үй жағдайындағы донор деп айтаймыз үйде. Өте керемет, тойымды, сүйкімді ас. Осылай ыдыстарымызға салып, көкөніспен берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.